Сәлем достар, сіздермен Жұмбағали. Қорқынышты кино көретіндер «Реквием», «Изгоняющий дьявола» сияқты киноларды жақсы білетін шығар. Негізінде бұл фильмдер шынайы оқиғаға негізделген. 1976 жылы 70-ке жуық жын шығару рәсімінен кейін Аннелиза деген атпен танымал 23 жастағы Анна Элизабет Михель қайтыс болды. Бүгін біз бұл қызға қойылған эпилепсия диагнозын емдеудің орнына не үшін діни қызметкерді шақырғаны туралы айтатын боламыз. Аннелизаның әкесі Джозеф Михель діндар отбасында өскен. Оның үш әпкесі де монахиня болған. Анасы Анна да дінге жақын адам болды. Аннелиза 1952 жылы дүниеге келді. Кейін ерлі-зайыптылардың тағы үш қызы Гертруда, Барбара және Росвита туылды. Ол кішкентайынан бастап діни ғұрыптармен тәрбиеленді. Аптасына 2 рет шіркеу хорында ән айтып, дұғалар оқып жүрді. Қыздың балалық шағы қиын болды деп айтуға келмейді. Ол әпкелерімен де ата-аналарымен де жақсы қарым-қатынаста болды. Жас қыз фортепиано мен аккордеоннан сабақ алып, болашақта бастауыш сынып мұғалімі болғысы келген. Ата-анасының бір уайымы тек баланың әлсіз денсаулығы болды. Аннелиза алғаш рет 16 жасында сабақ үстінде талып қалады. Сабақтан босатылып үйге жіберілген соң жас қыз төсек тартып жатып қалды. Түн ішінде Аннелизада конвульсия басталып тілін қатты тістеп тастады. Көп ұзамай қыздың сөйлеуі нашарлап паралич пайда болды. Ата-анасы қызын дәрігерлерге апарғанмен олар ешқандай ауытқулар таппады. 1969 жылы Аннелиза кеудесін үлкен тас басып тұрғандай болып демалуға кедергі жасайтынын айтты. Бұл жағдайлардан кейін ол ауруханаға жатқызылды. Тексеріс кезінде Аннелизаның миынан ешқандай өзгеріс табылмады. Бірақ дәрігерлер жас қызға эпилепсия диагнозын қойды. Қысқа емдеуден кейін оған дәрілер жазып беріп үйіне жіберді. Алайда 1970 жылдың ақпанында Аннелиза қайтадан ауруханаға туберкулезбен түсті. Клиникада болған үшінші эпилепсиялық талмадан кейін ол алғаш рет оның алдында білесінің жүзі пайда болғанын айтты. Бұл жағдайлардан соң қызға психиатриялық ауруханадағы емдеулер де көмектеспеді. Кей кездері ол өзін жақсы сезініп, достарымен бірге шіркеуге де барып жүрді. Бірақ ауру өршіген сайын Аннелиза бұл эпилепсия емес екеніне көзі жеткендей бола бастады. Ата-анасымен бірге Сан-Джорджодағы шіркеуге барғанда ол қасиетті суды іше алмады және айқышқа да қолын тигізуден бас тартты. Бұл жағдайлардан кейін қыздың отбасы бірнеше діни қызметкерлерге жын шығару туралы өтінішпен жүгінді. Бірақ олар дәрігерлердің ұсыныстарын орындауды жалғастыруға кеңес берді. Аннелизаның жағдайы нашарлай бастады. Ол дұғалар оқыған кезде сен тозаққа барасың деген дауыстар ести бастады. Қыз үстіндегі киімін жыртып, әртүрлі тілдерде сөйлеп өзін Люцифермін деп атады. Бірде анасы оны айқышты сындырып жатқанын көреді. Діни рәміздерге қастандық жасау католик қауымы үшін Аннелизаның жындарға тәуелді екенін дәлелі болды. Ақыр соңында шіркеу экзорцизм рәсімін жасауға рұқсат берді. 1975 жылы 24 қыркүйекте бірінші сессияны діни қызметкер Эрнст Альт өткізді. Жын шығару кезінде қызды ұстап тұру үшін 3 адам қажет болды. Жас қыз тамақ ішпей жүргеніне қарамастан рәсім кезінде өте әлді болды. Бірінші экзорцизм рәсімінен кейін қыз дәрі-дәрмектерден мүлдем бас тартты. Діни рәсімдер әр апта сайын 4 сағаттан өткізіліп отырды. Жалпы Аннелизаға 70-ке жуық рәсім өткізілген болатын. Камераға олардың 42-сі жазылды. Видеода қыз өзін-өзі басқара алмай өте агрессивті болған делінеді. Оны төсекте тек шынжырлардың көмегімен ұстап отырған. Рәсімдерден кейін Аннелиза әрең жүретін болып қалды. 1976 жылдың жазына қарай қыз танымастай болып өзгеріп кетті. Оның салмағы тек 31 килограммды құрады. 30 маусымның кешінде қыздың температурасы қатты көтеріліп, келесі күні жас қыз қайтыс болды. Аннелизаның өлімінен кейін тергеу 2 жыл жүрді. Қыздың ата-анасы мен діни қызметкер абайсызда өлімге әкелетін қылмыстық әрекетсіздік үшін айыпталды. Аутопсия Михельдің өлімі экзорцизммен тікелей байланысты емес екенін көрсетті. Бірақ та бүкіл денедегі көгерулер мен жаралар, пневмония және қыздың қатты арықтауы рәсімнің салдарынан болғаны сөзсіз. Соттағы дәрігерлер қыздың психикалық ауруын эпилепсия мен діни истерия қиындатып жібергенін айтты. Экзорцизм рәсімін орындаған Эрнст Альт Аннелизаның мұндай аурумен ауыратынын білсе, дереу көмек шақыратынын айтты. Қалайша 1 жыл бойы қыздың қаңқаға айналғанын байқамауға болады. Таңғалышты. Барлық айыптаушылар кінәлі деп танылып, 6 айға бас бостандығынан айырылды. Жас қыздың өлімі Германияны дүр сілкіндірді. Ұзақ уақыт бойы дін мен медицинаның шекаралары туралы мәселелер белсенді талқыланды. Бұл оқиғаға негізделген бірнеше фильмдер де түсірілді.
Аннелизаны кейбір католиктер әулие санап зиратына да барып тұрады екен. Қазіргі таңда экзорцизм рәсімі Еуропа мен Құрама Штаттарда әлі де сұранысқа ие. Осыған орай Анна Михельдің оқиғасы соңғы болмауы мүмкін деген тұжырым жасауға болады. Менің бүгінге айтарым осы. Ал сіздер каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.